алқаның пайда болуы. Сүлеймен Былқыс патшаның атағын естіп, оны көрмекке ынтық болды. Оған хат жазып қонаққа шақырды. Хатты Бәбісекке беріп, мұны Былқыс патшаға жеткіз деп бұйырды. Бәбісек хатты тұмсығымен тістеп, Саба еліне қарай ұшып кетті. Ханшаның ордасына кірсе, ол ұйықтап жатыр екен. Бәбісек түндіктен кіріп, хатты оның бас жағына қойды. Қыз оянбады. Бәбісек оны көкірегінен шоқып оятты. Былқыс оянса, қасында хат жатыр екен. Хатты ашып оқып, Сүлеймен патшаның шақыруын қабыл алды. Бәбісектің тұмсығының ізі ханшаның көкірегінде тыртық болып қалып қояды. Бәбісек оны көріп, қорқып кетеді. Құдайға жалбарынып, «Уа Тәңірім, мен Былқыстың көкірегін жаралап алдым. Бұл жайды Сүлеймен патша білсе, мені өлтіреді. Мені құтқара көр» деді. Сол кезде Жебірейіл періште пейіштен дүр гауһармен өрнектелген алқа келіп тақты. Былқыс көкірегіне көз тоймайтын көркем аруға айналды. Сарайдағы қыз-келіншектер оның алқасын көріп есінен танды. Олар да ханшайымына еліктеп, асыл тастардан алқа жасатып, мойынға тағуды әдетке айналдырды. Содан бастап әйелдердің алқа тағуы сәнге айналыпты. Жібек құрт пен жауын құрт. Сүлеймен Саба елінің патшасы Былқысқа үйленгісі келіп, елші жібереді. Ол елшілерге жақұт тастар беріп, Сүлейменнің пайғамбар екені рас болса, мына тастарды қол тигізбей тессін. Перінің де диюдың да саусағын тигізбей жіптен өткізсін. Сосын алдыма келсін. Сонда ғана бір Аллаға иман келтіріп, адал жары болуға келісім беремін деді. Сүлеймен қалай істерін білмей ойланып тұрды. Сол кезде Құдай оған 2 құртты көмекке жіберді. Бір құрт жақұтты кеулеп тесті, екіншісі оған жіп өткізді. Сүлеймен оларға риза болып, «Не тілейсіңдер?» деді. Олар: «Тәңірдің орынбасары адам ұрпағына игілікті қызмет еткіміз келеді. Бізге жер бетінен жай бер» деді. Сүлеймен дұға жасап, «Қалауларың болсын» деді. Сол сәтте бір құрт жауын құртына айналды. Ол қатты топырақ жеп, жерді қопсытып құнар беріпті. Адамдардың бау-бақшасы осының арқасында тез гүлденетін болды. Екіншісі жібек құртына айналды. Ол тек тұт ағашын қорек етіп, жібек жібін өндірді. Адам ұрпағы содан бастап жібектен киім киіп, сән салтанаты арта түсті. Жібек киімге биттер түспейді екен. Жібек көйлек тазалықтың кепілі болыпты. Сүлеймен мен Байғыз. Бірде Сүлеймен патша Байғыздан: «Сен неге түнде зарланасың?» деп сұрады. Байғыз: «Адам баласының өмірі қиын, аманаты ауыр. Мен оларға өлетініңді ойлап, ақыретке қамданыңдар деймін». «Не үшін адамнан жырақ жүресің? Адамдардың іштарлығы мен көрсеқызарлығынан зардап шеккім келмейді. Неге үнемі моланың басында жүресің? Адамның мәңгілік тұрағы мола ғой. Мен олардың өмірінің нәтижесін қабірстанда көремін. Басыңды неге жиі шайқайсың? Адам баласы ғапыл, аталарын ажал алып кетсе де өзін өлместей сезінеді. Соны ойлап бас шайқаймын. Көзіңді неге жұмасың? Бас көзінен көңіл көзі анық көрінеді. Неге бидай жемейсің? Атаңыз адамды бидай жеген үшін Алла пейіштен қуды. Сол үшін жемеймін. Неге су ішпейсің? Нұхтың кезінде барша адамның ажалы судан болды. Сол үшін су ішпеймін деген екен. Сүлеймен патша өлместің суын алдырып ішкісі келеді. Ол күллі мақұлықты жинап: «Мен өлместің суын алдырдым. Ақыл қосыңдар. Ішкен соң өкініп жүрмеймін бе?» деп сұрады. Барлық мақұлық: «Сіз ішпегенде кім ішеді? Сіздей әділ патша мәңгі жасаса жарасады» деп жамырасты. Патша жан-жағына қараса, кеңеске Мәзире құмырсқа келмепті. Ол құмырсқаға сауысқанды жұмсап, ол тағы да келмеді. Екінші ретте алып кел деп қашырды жұмсады. Тағы да келмеді. Үшінші жолы ит барғанда бірге ілесіп келді. Сүлеймен қаһарланып: «Әмірімді неге үш еттің?» деді құмырсқаға. «Өлімді ойлап,
ақыретке дайындық үстінде едім. Әміріңізді естімей қалдым, деді. Сауысқан айтпады ма? Сауысқанның Закарияны залымдарға ұстап берген. Сол үшін оған сенбедім. Қашырды неге тыңдамадың? Ол Ыбырайымды отқа жаққан, жау жағына өтіп кеткен. Оған да сенбедім. Ал ит әлімсақтан адамның досы, айнымас серігі, оған сендім, деді. Сүлеймен құмырсқаның тапқырлығына риза болып, оған өлместің суын көрсетіп, мынаған не айтасың, деді. Тілімді алсаң ішпе. Неге? Менің мәңгі жасайтынымды қызғанасың ба? Бәрі іштеп жатыр. Қызғаныштан Құдай сақтасын. Алланың бергенін сайтан қызғанады. Бірақ мынаны ескергейсің. Мәңгілік Құдайға жарасқан. Алламен таласу пендеге қол емес. Ажал момын құлды Аллаға жалғайтын алтын көпір деген. Жүрегі таза пендесі Алламен кездесуге ынтық болар. Әр дәуірдің өз халқы, өз патшасы болады. Заманы бөлек ұрпақпен әңгімеңіз жараспас. Қатарыңнан қалған соң қадырың қашады, деді. Сүлеймен судан бас тартып, ыдыстағы суды шашып жіберді. Өлместің суы шыршалар мен аршаларға шашырады. Олар осыдан бастап мәңгі жасыл ағашқа айналып кеткен екен. Құстардың тұмсығы неге тесік? Сүлеймен патшаның Зухра атты сұлу әйелі болыпты. Бір күні әйелі Сүлейменге: «Мені сүйсең, құстың сүйегінен үлкен сарай соғып бер. Сол сарайда тұрғым келеді», деп назданады. Нақсүйерінің көңілін қимаған патша күллі құс біткенді ордасына жинады. Құстар аяқтарынан тұсалып, тұмсықтары тесіліп, сымға тізілген соң түс көрдім. Түсімде ғажап сарай көрдім. Досым Жебірейіл, құс сүйек деген сарай осы. Кілең құс сүйегінен салынған, деді. Сол сарайға аңсарым әбден ауды. Сендердің сүйектеріңнен сондай сарай тұрғызсам деген арманым бар, деді. Құс біткен басын иіп: «Патша ием, сіздің әжетіңізге жараса, жанымызды алыңыз, сарайыңызды салыңыз. Біздің сүйек сіздің жолға садақа», деді. Сол кезде бөдене бұлпылдап: «Арамызда байғыз жоқ», деді. Қараса байғыз келмепті. «Қаршыға байғызды дәргейіме жеткіз», деді патша қаһарланып. Қаршыға байғызды алып келді. Патша оған: «Шақырғанда неге келмейсің?» деп ақырды. Байғыз басын шайқап: «Тақсыр, ой үстінде әміріңізді естімей қалдым», деп жауап берді. «Патшаның әмірінен күшті қандай ой бар? Дүниеде жазық көп пе, төбе көп пе? Соны санап ойланып отырған едім», деді байғыз. Сүлеймен: «Әрине жазық көп. Сол да сұрақ болып па?» деді. «Жоқ, патшам, мен санасам дүниеде төбе көп екен». «Қалайша төбе көп?» «Тақсыр, мен өлген адамның моласын қосып санадым. Әрбір адам өлген соң бір төбеге айналады екен», деді. Сүлеймен сөзден тосылып: «Тағы не санадың?» деді. «Дүниеде тірі көп пе, өлі көп пе? Соны да санадым, тақсыр», деді байғыз. Сүлеймен: «Әрине тірі көп», деді. «Жоқ, тақсыр, қанша санасам да өліден тірінің саны аспады». «Қалайша?» «Мен күн шыққанша ұйықтайтын адамдарды да өліге қостым», деді. Сүлеймен тағы да сөзден тосылды. «Тағы нең бар санаған?» деді. «Дүниеде еркек көп пе, әйел көп пе, соны да санадым», деді. «Иә, кімдер көп екен?» деді патша жалт қарап. «Әйел көп», деді. «Қалайша?» «Әйелінің тілін алатын еркектерді де мен әйел санатына қостым», деді. Сөз түркінін түсінген патша қателігін түсініп құстарды босатты. Құстардың аяғындағы тұсауын шешіп жатқанда тірі қалғанына қуанған торғай мен ұзақ тағатсызданып ұшып кетеді. Аяғына байланған тұсауы толық шешілмегесін олар әлі күнге дейін секеңдеп жүреді екен. Құстарды сымға тізгесін олардың тұмсығында тесіктер қалыпты. Байғыздың тұмсығы сымға тізілмегесін бітеу қалпында кеткен екен. Есек пен өгіздің хикаясы. Бір кісі Сүлейменге келіп, жануардың тілін үйретші деп өтінді. Сүлеймен: «Оны қайтесің? Басыңа бәле шақырып, одан да үйіңе береке кіргізіп, шаңырағыңа шаттық ұялататын рухани ілім үйрен», деді.
Келген адам өзеуреп отырып алды. Болмағасын Сүлеймен. Үйретем, бірақ жан баласына жақ ашпайсың. Ашсаң ажалың жетеді дедім. Келістім, деді ол. Жан жануардың тілін үйреніп үйіне келсе, есегі мен өгізі сөйлесіп отыр. Тыңдаса есек өгізге, достым, халім нешік деді. Сұрама, достым, жұмыстан өлуге айналдым. Бір ақыл айтайын, ертең жем берсе жеме, су берсе ішпе. Сүйресе тұрма, зорыққан екен деп жұмыстан босатады деді. Өгіз есектің тілін алып ертесіне жатып алды. Егесі өгіздің орнына есекті 3 күн аямай жұмысқа жекті. Есек әбден қалжырап үйге келсе, өгіз рахаттанып жатыр екен. Есек көзіне жас алып өтірік жылады. Өгіз: «Әй, достым, неге жылайсың?» деп сұрады. Есек: «Өгіз, сені қимай тұрмын. Егеміз ертең өгіз жұмысқа жарамаса, оны сойып етін садақа етіп таратамын» деді. «Соны уайым қыламын» деп жауап берді. Өгіз мұны естіп шошып кетті. Жалма-жан атып тұрып жем-шөпті жеп қойды. Ертесіне жұмысқа қайта жегілді. Бір күні шай басында есек пен өгіздің әңгімесі есіне түсіп, егесі мырс етіп күліп жібереді. Әйелі: «Неге күлдің?» деді. Ері айта алмай, айтса өледі. Әйелі қитығып қалды. Сол күннен бастап күйеуіне қырсығып, бүк түсіп теріс қарап жатып алды. Күндіз күйеуіне шай да бермеді. Туыстары келсе қабақ шытып, қонақ келсе күңкілдеді. Отбасының берекесі кетті. Күйеуі бүйтіп қор болғанша айтып өлген жақсы деп ойлады. Далаға шықса, иті қоразға қарап үріп тұр екен. «Ей, қораз, несіне мәзсің? Егеміз өлейін деп жатыр. Ол өлсе күніміз қараң. Байын бездірген қатын малын бездірмей ме?» деді. Қораз: «Сауап оған, сол керек. Пайғамбардан өзіне қатысы жоқ ілім үйренгенше, қатын бала-шағасын жөнге салатын білім үйренбей ме? Сонда бақытты болар еді. Енді бір әйелге әлі келмей абыройсыз өлетін болды» деді. Қораздың сөзін естіп, егесі есеңгіреп қалды. Қателігін түсініп, пайғамбарға қайта барып, отбасы тәрбиесін үйренген екен деседі. Қиссаның соңы. Жалғасы келесі шығарылымда. Аудио кітапшамыз ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.